Панфилов ауданы Қоңырөлең ауылына қатысты жаңа кітап жарыққа шықты. Туындыны шежіреші, ақын, ауыл шаруашылығы саласының білгірі Дауысқожа Жұмабаев жазып шыққан. Авторы Құттарған өңірім Қоңырөлең атты кітабының тұсаукесерін Қоңырөлеңнің өзінде өткізіп, халықтың ыстық ықыласына бөленді. Қоңырөлеңнің жері жайсаң, елі жомарт, еңбегінің ақуызын емген еңбекқор жұрты бар. Үлкен жол бойындағы үлкен ауылдың тарихы да тым терең. Дауысқожа Жұмабаев соны қағазға басып кітап етіп шығарды. Құттарған өңірім Қоңырөлең атты еңбекті осы аймақтың тұтас энциклопедиясы десе де болады. Туындыда өңірді өрге сүйреген азаматтармен тарихынан бастап тау тасы түгел суреттелген. Біздің осы өңірдің қасиетті жер екенін, оның тарихы терең екенін ел мойындасын. Осы жерде әулиелер өткен. Сонда адамдар да көп. Қожбанбет би деген бабамыз осыра туып өскен. Сол өңірдің қасиетін ел мойындасын деп отырмыз. Дауысқожа Жұмабаев туған өңір шежіресін зейнетке шыққаннан кейін түгендеген. Сол аралықтың өзінде ауылым алтын бесігім секілді тағы бірнеше кітаптың жазылуына ұйытқы болып оқырманға тарту етті. Ауданның құрметті азаматы қалам ұстағанға дейін ауыл шаруашылығы саласында қажырлы еңбек етіп, Октябрь кеңшарында бас есепші, экономист, басшы жылқы зауытының басшысы қызметін атқарған. Осы ауылдың 1,5 ғасырлық тарихы, осы ауылда ел басқарған азаматтар, соның жетістіктері, осы ауылдан шыққан ақындар, ғалымдар, көп жасақ адамдар, озаттар, соларды қамтығанбыз. Ауылы жайлы кітапты жазуда автор біраз қиындықтарға тап болған. Көнегөз қариялармен сұхбат құрып, тарихи оқиғаларды зерделеген. Үздіксіз ізденіс материал жинаудың машақатын өткізіп, жаңа туындыны оқырман қауымға ұсынып отыр. Өте бір қиын салада істедім, жаңа балалар құқығын қорғау деген. Соның арасында жүріп кітапты дайындаған болдым, бірақ болмайды. Бір аз компьютерға басам, содан қайтадан ол қалып қояды. Сөйтіп жүріп ағамыз күнде құжаттарды әкеле берді, жинала берді. Содан аяқ астынан ковид деген бәле басталды. Енді бір кірісеміз ба дегенде. Сонымен Дауысқожа ағамыз қатты ауырды, одан жұбай жаңаға жеңгем, шешеміз қайтыс болып кетті. Сонымен біраз кітап ұзаққа созылып кетті. Тағылымды шара барысында шежіреші ақсақал ауылдастарына рахметін айтып батасын берді. Сондай-ақ ауыл өнерпаздары ән мен жырдан шашу шашып, шараның көркін қыздырды. Мұрат Мұқашұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан.